Қалай мен Шымкенттен Honda Иллюзион алам деп алданып қалдым. Осыдан 4 жыл бұрын Honda Иллюзион іздеп жүрдім. Бір күні колесадан Сарыағаштан бір объявление шықты. Фотоларына қарасам, машина тап-таза, дәл мен іздегендей жағдай жақсы екен. Хабарластық, сатып жатқан жігіт: "Брат, машина зың, дым уайымдама, уақыт жоғалтпай смело келе бер. Өзім күтіп алам, үйіме қонақ боласың" деп сендірді. Не керек, досымыз екеуміз түнделетіп Алматыдан Сарыағашқа жолға шығып кеттік. Түнімен басып отырып, азанда Сарыағашта болдық. Сөйтіп не керек, машинаны сатып жатқан жігіттің өзі келмей қалып, орнына бауырын жіберіпті. Көлікті көрген сәтте көңілім бірден түсіп кетті. Лауой ауысқан, салондағы біраз бөлшектері жоқ, астына май ағып тұр. Фотодағы көлік пен алдымызда келіп тұрған көлік екеуі екі бөлек болып шықты. Біраз сөзге келіп қалып, алмаймыз деп бұрылып қайтып кеттік. Бірақ Аллах тағала әр қиындықтың артынан бір жақсылық береді дегендей, жолдан Шымкентке кіріп, тағы бір Honda Иллюзионды көрдік. Шыны керек, ол біз ойлағаннан да жақсы болып шықты. Сол көлікті алып, қуанып Алматыға қайтып кеттік. Содан бері бір нәрсені түсінгенім, көлікті сатсаң да, алсаң да қалай бар, солай айту керек. Өтіріктің арты бір тұтам. Шындықпен жасалған әрбір сауданың берекесі болады. Осылай қадалғандар бар ма негізі? Комментарийға жаза кетіңдер. Қызық болсын.